Қайырлы күн. Бұл Күлтөбе подкастының Терек Story жобасына арналған подкасттар желісі. Бүгін сіздермен мен Гүлназ Туленова, подкаст жүргізушісі және Терек Story жобасының ассистент меңгерушісі. Терек Story жобасы All Inspired және саяси шешімдер орталығының бірлескен бірегей бастамасы. Бұл жоба отбасылық әңгімелер жазу мен жинақтауға, оларды жас ұрпаққа жеткізуге, буындар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға, құнды оқиғалармен бөлісу алаңын құруға бағытталған. Қазіргі таңда еліміздің сан қиырындағы әртүрлі әулеттік тарихына сыр шертетін әңгімелеріміз біздің Facebook және Instagram парақшаларымызда, сондай-ақ толық версиясы саяси шешімдер орталығының сайтында жарияланған. Экранда көрсетілген Терек Story парақшасына жазылып қойсаңыздар болады әлеуметтік желілерімізге. Терек Story жобасы отбасылық әңгімелерді жинақтап, баяндауға, жазуға мүмкіндік береді. Біз әр адам өз отбасының тарихы туралы ой бөлісуге оңтайлы бірлескен платформа құруды көздедік. Жоба мақсаты бойынша отбасы тарихын бөлісу ұрпақтармен әртүрлі этнос өкілдері арасындағы байланысты нығайтады деп сенеміз. Бүгінгі подкастымызға әлеуметтану ғылымының докторанты Алмаш Айқынбайқызын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Алмаш ханым әлеуметтанушы, Отто фон Герке атындағы Магдебург университетінде ғылыми тағылымдамадан өткен. Тағы да қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Алмаш ханым, ең алдымен мен біздің осы подкастымыздағы дәстүрлі сұрағымыздан бастағым келеді. Әулет тарихы дегеніміз не? Және ол маңызды ма? Ол не? Отбасы тарихы дегеніміз не? Сол сұрақтан бастасақ. Өте жақсы сұрақтардың бірі, себебі әулет тарихы бұл адамның мен кіммін деген сұрағына жауап беруден басталады, иә. Ал мен кіммін деген сұраққа жауап бере алатын адам, ол өзінің репрезентациясы қандай, иә, өзінің идентификациясы қандай екендігін білетін адам. Әулет тарихы бұл бұрыннан келе жатқан дәстүрлердің бірі. Яғни әулет тарихын зерттеу, ол бұрыннан келе жатқан дәстүр. Бірақ ерекшелігі, мысалы, Батыс Еуропада әулет тарихы бұл көбінде аристократтардың шежіресімен байланысты болса, бізде ол жалпы шежірені білумен байланысты. Және ол жалпы әулеттің, әулет ол бізде бір үлкен, кеңейген форма ретінде қарастырылады, отбасы соның бір ұяшығы ретінде, және әулеттің тарихын зерттеу, отбасындағы тарихтарды зерттеу, бұл тек қана сол отбасындағы әулеттегі болып жатқан өзгерістер емес, немесе сол жердегі болып жатқан құндылықтардың жүйесі емес, бұл жалпы қоғамдағы болып жатқан процестер, трансформациялық процестерді көрсететін, солардың көрінісі табыс алатын, көрінісі жалпы әулет, ол жаңағыдай қоғамның бір проекцияланған кішкентай бөлшегі ретінде ғой. Біз қоғамдағы болып жатқан трансформацияларды көрсету үшін отбасы тарихындағы өзгерістерді көрсету арқылы көрсете аламыз. Сондықтан да оны зерттеу, бұл өте маңызды. Оның үстіне отбасы бұл салыстырмалы түрде тұрақты қоғамның ұяшығы. Сондықтан да отбасындағы құндылықтар, отбасындағы дәстүрлер, ондағы нормалардың жүйесі тұрақты болатын болса, онда ол қоғамда тұрақты болады. Егер ол жақтағы қатынастар дұрыс болмайтын болса, онда қоғамдағы да қатынастар дұрыс емес деген сөз. Сондықтан да отбасын зерттеу, отбасының тарихын зерттеу, бұл кез келген мемлекет үшін, менің ойымша, басты бір саяси бағдарлардың бірі. Яғни ол маңызды дейсіз, Онда осыдан шығатын сұрақ, осы отбасы, әулет тарихы, өзіңіз де қолданып жатсыз екі сөзді термин қылып. Осы әлеуметтануда осыған арналған зерттеу бар ма? Зерттеу бағыты бар ма? Әлеуметтану деп айтуға болмайтын шығар, әлеуметтік ғылымдар, гуманитарлық ғылымдарда, жалпы фамилистика деген бағыт бар, Фамилистика ол нақты осы отбасын зерттеумен, немесе әулетті зерттеумен айналысады. Яғни бірінші кезекте бұл жаңағы отбасы немесе әулеттің тарих арқылы, ондағы өзгерістер арқылы қоғамдағы өзгерістер түсіндіру. Екіншісі бұл сол отбасындағы
гендерлік рөлдердің бөлінісі, ұрпақ аралық сабақтастық, ондағы ерлі зайыптылардың арасындағы қатынас, ата-ана мен бала арасындағы қатынас деген мәселелерді зерттеумен айналысады. Және бұл тек қана бұл қатынастарды зерттеу емес, отбасын әлеуметтік капитал ретінде қарастыру, мәдени капитал ретінде қарастыру, отбасындағы немесе әулеттегі әлеуметтік желілердің қалай орнайтындығы, бұл әлеуметтік желілер шаруашылық жүргізудегі, экономикадағы, саясаттағы, немесе қоғам басқа салаларындағы адамның мансабын құру, немесе сондағы белгілі бір көзқарастардың қалыптасуы деген нәрселерге ықпалы қандай болады деген сұраққа да жауап беруі мүмкін. Яғни қандай отбасына тәрбиеленді, ол қандай оның ата-анасы кім, ол ата-ана оған қандай білім берді деген сияқты, оның бәрі ықпал етеді. Келісемін, ол өте ықпалы зор. Сондай-ақ енді феминистика болсын, әулет тарихы, отбасы тарихы, ол адамдардың айтқан әңгімелерінен тұрады, ғылымда солай зерттемей ме, адамдардың айтқан әңгімесіне бағыттала отырып. Осы адамдардың айтатын әңгімелерінің тарихты түсінудегі рөлі қандай сонда? Ғылымда oral history бар, ауызша тарих. Ауызша тарих бұл индивидтің немесе субъектінің белгілі бір оқиғаға байланысты, тарихи оқиға болсын, күнделікті өмірдегі өзінің қалыптасқан өміріндегі өмірлік тәжірибесіне байланысты субъективті пікірі, оның субъективті пікіріне көп нәрсе ықпал етуі мүмкін, оның габитусы деген сияқты. Бірақ бұл өте маңызды. Мысалы, жады зерттеулеріне қатысты зерттеулерде үлкен бір мәселе туындады. Себебі тарихи оқиғаларды баяндау үшін, оны сипаттау үшін объективті көзқарас керек болды, тарихи фактілерге сүйену керек болды. Бірақ уақыт өте келе дәл осындай әңгімелер, отбасында айтылатын әңгімелер шын мәнінде тарихи оқиға тек қана тарихшылар жазып берген тарих емес екендігін көрсетті. Себебі оны әртүрлі әлеуметтік топтар әртүрлі қабылдайды. Біреу үшін норма ретінде, қалыпты ретінде көрінетін бір құбылыс, екінші әлеуметтік топ үшін жаңа бастамалардың бағыты болуы мүмкін. Сондықтан да ауызша тарих, немесе отбасы тарихын жазып алу, бұның барлығы объективті тарихты, фактілерге жүгінетін, белгілі бір сандарға, мәліметтерге, құжаттарға сүйенетін тарихтың қосымшасы деуге болмайды. Қазір екеуі бір-бірін қосатын екі бағыттағы бір үлкен ғылыми бағыттар ғой. Жақсы. Өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, жат деп, жат дегеніміз не? Тарихи жат дегеніміз не өзі жалпы? Жадыға қатысты айтатын болсақ, жады бұл негізі психологиялық термин, психологиядан келген термин. Ол көбінде адамның есте сақтау қабілетімен байланысты деген сияқты. Бірақ қазіргі таңда әлеуметтік жады деген ұғым бар. Әлеуметтік жадының ішінде ұжымдық жады да, коммуникативті жады да, мәдени жады да, тарихи жады да барлығы кіреді. Әлеуметтік жады деген нәрсе біз белгілі бір оқиғаларға қатысты қазіргі таңда соларды қалай есімізде сақтаймыз. Олардың көрінісі, олардың бейнесі қандай? Қоғамдық алаңдағы бейнесі қандай? Яғни әлеуметтік жадының функциясы негізінен бұл қоғам өзін өзі сақтап қалу үшін жасалынатын нәрсе. Яғни қоғам әрі қарай дұрыс қызмет ету үшін, әрі қарай даму үшін, әлеуметтік жадыда сол қоғамның мүшелеріне оң ықпал ететін нәрселерді қарастырады. Ол енді оң болғанда, мысалы, ол бір травмалық оқиғада болуы мүмкін, бірақ травмалық оқиғаның оң ықпалы ол қоғам мүшелерін консолидациялайтын нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да әлеуметтік жады бұл жаңағы белгілі бір тарихи оқиғаларды біз қазір қалай репрезентациялаймыз деген нәрсені білдіреді. Жақсы. Енді әлеуметтік жадыны зерттеуде сіздер қандай әдістер қолданасыздар? Оны қалай зерттейді?
Әлеуметтік жадыны зерттеу әдістері өте көп. Әлеуметтік ғылымдарда, гуманитарлық ғылымдарда қолданатын кез келген әдістер арқылы оны қарастыруға болады. Бірақ көбінде әлеуметтік жады бұл сапалық зерттеулердің бағыты ретінде қарастырылады. Себебі әлеуметтік жады бұл бір шетінен жаңағы біз айтып отқан әулет тарихы, яғни әулет тарихын сипаттау арқылы, ұрпақтардың арасында, немесе ерлі зайыптылардың арасында сіз олармен тереңдетілген сұхбат жүргізуіңіз мүмкін, бір әдісі тереңдетілген сұхбат. Бұл әлеуметтік әулеттің немесе отбасының белгілі бір оқиғаға қатысты жады қалай, олардың арасындағы айырмашылықтар бар ма, жоқ, үндестік бар ма деген сияқты. Тағы да бір бағытта әлеуметтік жадыны зерттеудің бұл сол тарихи оқиғаларға немесе тарихи кезеңге байланысты шыққан көркем шығармалар. Ол әдеби проза болуы мүмкін, ол әндер болуы мүмкін, өлең жинағы болуы мүмкін, немесе визуалды талдау, визуалды материалдарды талдау, суреттерді талдау, плакаттарды талдау, жарнамаларды талдау, мысалы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы Орталық Азиядағы әйел рөлінің өзгерісі деген плакаттарды қарайтын болсаңыз, плакаттардың жиынтығы бар, интернеттен тауып алуға болады. Сонда мысалы алғашындағы мысалы өзбек әйелі болсын, басында орамалы бар, бірақ өте артында тағы да бір ізбен әйелдердің бейнесі, ең соңында орамалының жоқтығы, мысалы ер мен әйел тең деген идеологияның болуы, мысалы әйел ол тек қана отбасының ұйытқысын сақтап отқан адам емес, ол сонымен қатар жұмысшы табының өкілі деген бағыттағы плакаттар мысалы қоғамдағы әйел рөлінің өзгергендігі, соған қатысты оның қоғамдағы тек қана үй шаруашылығымен айналысатын емес, сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға араласатын потенциалы бар екендігін көрсететін нәрсенің болуы деген сияқты. Сондықтан да мысалы өте көп. Одан басқа мысалы саяси текстер, ресми адамдардың, ресми тұлғалардың дұрыс, ресми тұлғалардың халық алдында немесе белгілі бір ресми жиындарда сөйлеген сөздері, жасаған баяндамалар, мұның барлығы әлеуметтік жадының қалай қалыптасатындығын, немесе мемлекет әлеуметтік жадыны қалыптастыруда қандай бағытты ұстанады деген сияқты нәрселерді қарастырады. Одан бөлек мысалы жаңағыда оқулықтар деген сияқты, мұның барлығы зерттеу әдістерінің қатарында. Түсінікті. Яғни сапалық зерттеу әдісі қолданылады. Өзіңіз айтқан интервью, текстер, аңыз әңгімелер де бар, оның ішінде көркем шығармалар. Жақсы. Ал Қазақстан жады туралы қандай зерттеулер бар? Қазақстан үшін бұл жаңа тақырыптардың бірі, жаңа саланың бірі. Бұл бағыттағы ең бір пионер деуге болатын шығар. Мен ең алғаш осы жадымен таныстырған қазақстандық бұл әрине Медеуова Гүлшат Агибаевнаның бастамасымен жасалған бірнеше жоба, ғылыми жоба, қазір 3-ші ма 4-ші ма жоба жүзеге асырылып жатыр, жады инфрақұрылымы деген. Бірақ ең алғашқы жобалардың бірі менің білуімше актуальные практики мест памяти деп аталады ғой деймін. Яғни жады орындарының актуалды практикалары. Бұл зерттеуде бірнеше ғалым қатысады. Олардың әртүрлі бір өз қызығушылықтары бар. Мысалы, киелі орындарды ребрендинг жасау деген сияқты. Құралай Серғабыловна фамилиясы есімнен шығып тұр, сол бағытта докторлық диссертациясын қорғады. Немесе мұражайлардың жадыны қалыптастырудағы рөлі қандай, немесе Қазақстан мұражайларында жады қалай, белгілі бір тарихи оқиғалар қалай ұсынылады, жадыны қалыптастырады ма деген сияқты. Немесе біз белгілі бір қазақ қоғамдағы тарихи оқиғаларды білдіретін кезеңдерге бағытталған ескерткіштерді зерттеу. Мысалы, ресми бекітілген ескерткіштер, мысалы, ол үкімет оны бекіткен, оның бейнесі қандай болу керек, ол жерде қандай
айтқанда мән мәтін берілу керек оған деген сияқты, иә. Және одан бөлек мысалы қарапайым халық қандай ескерткіштер қойып отыр деген сияқты, иә. Мысалы Гүлшат Агибаевна мен бір интервьюда, енді бірақ менің өзім зерттеуіме қатысты бір интервьюда олар репрессия есте сақтау туралы жүргізген кезде Шығыс Қазақстанда Семейде бір ауылда сол ауылдың өкілдерінің репрессияға ұшырағандардың, ашаршылыққа ұшырағандардың тізімін құлпытасқа жазуы деген сияқты, иә. Мысалы ол ешқандай бір биліктің ұсынысы болған жоқ, халық өзі сол жердегі архивтерді пайдалана отырып сол тізімді жасау деген сияқты, иә. Сондай қандай практикалар бар, иә. Мысалы есте сақтаудың ресми ұсынылған практикалары қандай, иә. Мысалы ол бір мерейтойларды атап өту деген сияқты, иә. Бір атаулы даталар болуы мүмкін болса, халық оны қалай жүзеге асырады, иә. Мысалы соны қарастыруға болады. Және тағы да бір қызықты зерттеу осы бағыттағы бұл Зира Наурызбаеваның шежірелерді зерттеуі. Қазақ шежіресі қазіргі таңдағы оның рөлі, ол шежіренің функциясы қалай өзгерді, мысалы көшпенді қазақ болған кездегі шежіренің функциясы қандай болды, кеңес үкіметінде ол қандай трансформацияларға ұшырады, және қазіргі таңда ол қандай функцияны атқарады деген сұрақтарға жауап беруге тырысады. Бұл өте қызық зерттеу. Мысалы алғашында көшпенді қазақ үшін шежіре бұл жаңағыдай Бурдиннің айтқан мәдени капиталы, әлеуметтік капитал, иә. Яғни шежіре ол сенің идентификацияң, иә. Мысалы айтады, екі қазақ кездескенде бірінші тегін сұрайды, иә, сен қай рудансың деген сияқты, иә. Сол арқылы олар не істеуге тырысады, өзімен жаңадан танысып отқан адаммен қалай қарым-қатынас жасау қажеттігін цепочкасын құрады, иә. Мысалы ол құда ма, жекжат па, жоқ байырғадан келетқан рулардың арасындағы бір шиеленістер бар ма деген сияқты, иә. Сондықтан да ол бір сондай бір функцияны атқарды, мәдени әлеуметтік капитал, идентификация белгісі. Кеңес үкіметінде ол өзгерді, иә. Мысалы мәдени капитал ретіндегі ол өзінің рөлін жойды. Көбінде ол әлеуметтік капитал ретінде сақталды, яғни әлеуметтік желілер, иә, туыстардың, ағайындардың, руластардың арасындағы әлеуметтік желі, иә. Мысалы егер 60-70 жылдардағы Қазақстанның мысалы ауылдан келген балалардың оқуға түсуін қарайтын болсақ, иә, сонда бір зерттеулерді қарайтын болсақ, оқуға түскен балалар қалада қайда тұрды деген сияқты, иә. Ауылдасының үйінде, руласының үйінде, ағайын туыстың үйінде, яғни әлеуметтік желілерді сақтап қалу, иә. Немесе аштық кезіндегі аштыққа қатысты, иә, 20 ғасырдың 30 жылдардағы Мекемтас Мырзахметұлының көп интервьюларын қарайтын болсақ, ол үнемі айтады, оқуға түсу үшін, оқуға түскендегі, иә, ең бір үлкен көмек ол Бауыржан Момышұлынан болды деген сияқты, иә. Бірақ Бауыржан Момышұлы оның жақын ағайын туысы емес, иә, бірақ рулас, ауылдас, бірнеше ұрпақтан кейін барып қосылатын ағайын деген сияқты, иә. Яғни кеңес үкіметінде бұл әлеуметтік капиталдың функциясын атқарды, иә. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін біз шежірені қалай пайдаланамыз, иә. Қазіргі таңда ол таза бір әлеуметтік капитал емес біз үшін, иә. Шежірені іздеу, шежіреге бет бұру бұл бір шетінен қазақтың дәстүріне бет алу шығар, иә. Мүмкін әлі де болса, иә, сен шежіресін білмесең ол ұят деген сияқты, иә. Және оның функциясы бұл негізінен немен байланысты, қан араласпау, иә. Яғни мысалы біз жеті ата мен қыз алыспаймыз деген, иә. Әлі күнге дейін мысалы бар ғой, ұрлас адамдар егер үйленетін болса, біз инцест ретінде қарайтын уақыттар болады, иә. Себебі қазір таңдағы басты функциясы менің ойымша сол ғана болып тұрған сияқты. Кейбір жастардан сұрайтын болсаң, иә, мысалы жеті атаңды білесің ба деп, иә. Олар ары кетсе 5-6 атасына дейін айтуы мүмкін, иә. Кейбіреу 3 атасына дейін айтады, иә. Бірақ айтады, үйде шежіре кітабында барлығы толық жазылған, иә. Ал көшпелі немесе жартылай көшпелі қазақ үшін сен жеті атаңды толық білу, иә, тек қана олардың есімдерін емес, солармен байланысты олардың өмірлері қандай болды, иә, қоғамдағы олардың орны қандай болды, иә, олар қандай рөл атқарды,
мұның барлығын білу бұл жаңағы қазақтың ауызша тарихы болды ғой шежіре. Ал қазір ол ондай функцияны атқармайды. Иә, сондай трансформацияны байқаймын расымен де. Менің мысалы Z ұрпақ ретінде айтарым, шежіре мен үшін бір ата-аларымның тізбегі сияқты сезіледі. Яғни мен осы жобада да бастапқы осы жоба құрылып жатқан кезде де менің айтқан ойларымның бірі осы болған. Шежіре ол тек құрғақ, ол жақта тек тізім, ал жобада мысалы Терексторийдің мақсаты ол шежіреден де тарих ол бізде тек қана шежіреден тұрмайды ғой. Ата-әжеміздің артында эмоция, белгілі бір тарихи оқиғалар болды. Біз соларды айтуымыз керек деп көтерілген едіміз. Иә, бірақ сіз жақтан мен өзгеше пікірді алып отырмын. Яғни ол тек біздің жаңа ұрпаққа ғана тән нәрсе, иә. Біз шежірені өте аталарымыздың тізімі деп қана қарастыруымыз. Ал ертеректе ол өзгеше болған, иә. Ауызша тарихтың бір құрамдас бөлігі болған. Жақсы. Өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, кеңес одағы кезінде әсіресе рулас болу, ол өте үлкен байланысты орнатқан деп, иә. Бізде осы Терексторий жобасының аясында жазылған әңгімелердің бірі Павлодар облысынан Рауза апамыздың әңгімесі. Сол кісі өзінің интервьюында, сұхбатында былай айтады. Әңгімесінде де жазылған. Өзінің ауылында мектеп 4-ші сыныпқа дейін болған екен. Әке шешесі Павлодар облысына жұмыс барысымен көшіп кеткен. Рауза апамызды сол 4-ші класс бітіргеннен кейін, 4-ші сыныптан кейін көршілес ауылға рулас туысын үйіне тастап кеткен. Себебі сол ауылда 7 сыныптық мектеп болған екен. Яғни қарап тұрсаңыз, сондай бір ерекше өзің балаңды тапсырып бере аласың. Ол кісілер өз баласындай тәрбиелеген. Мысалы, өз апамыз айтып атқанда, Рауза апа сол уақытты өте ерекше сезімдермен айтты. Ол апамыздың айтуынша өзі тәрбиеленген, сол 7-ші сыныпқа дейін тұрған ата-әжесінің балаларын бәрі қалаға оқуға көшіп кеткен. Ал өзі үйінде кіші немересімен бірге тұрып, әжесіне көмектесіп, яғни тәрбиелеген әжесі сол 7-ші сыныпқа дейін. Мен үшін бұл ерекше сезім болды. Бізде қазіргі заманда ондай нәрсе жоқ қой, қарап тұрсаңыз, иә, өте сирек болмаса. Сұхбат барысында мен вау деп бір ерекше қабылдағам. Қазір сіздің жауабыңыздан соның несін алып отырмын, теориямен сәйкес екендігін, зерттеу барысында. Жақсы. Енді бізде шежіре болсын, жалпы әлеуметтік ғылымдардағы барлық тарих жады болсын, барлығы ол естелік айту үрдісінен басталады, иә. Яғни оны ата-әжеміз айтады, немесе туысымыз айтады. Жалпы адамдар біз еске қалай аламыз? Неге мән береміз естелік айтып жатқан кезде? Қандай сөздерді көп қолданамыз әдетте? Біздің заманымызда деп па? Бәріміздің айтатын секілді. Бірінші тоқталайын деген нәрсе, қазір сұрағыңызға қайтып келем. Жаңағы Рауза апаның айтқан әңгімесі, иә. Осы жерде жаңағы ең басындағы отбасы тарихы, әулет тарихы деген нәрсені айтқым келіп тұр. Мысалы, шежіренің біз жаңа айтқан функциясы бір шешінің сол болды кеңес үкіметінде, жаңа әлеуметтік желілерді сақтап қалу, сол арқылы жаңа белгілі бір мәселелерді, түйткілдерді шешудің жолын іздеу деген сияқты, бірақ осымен байланысты, мысалы, бізде практика ретінде жүзеге асырылды ғой, мысалы алғашқы немерені ата-әжесіне беру, немесе балалардың ата-әжесінде тәрбиеленуі, қазіргі таңда осы бағыттағы тағы да бір үлкен зерттеулер жүргізіліп жатыр, мысалы ата-әжесінің қарамағында қалған немеремен өзінің ата-анасының арасында қарым-қатынас, ол қалай орнады, ата-әжесін өзінің әке-шешесі ретінде қабылдау, ал өзінің анасын аға жеңге ретінде қабылдау, бұл қандай қарым-қатынастарды бұл қарым-қатынастар қалай қалыптасты, мысалы есейген шақта бала оны қалай жеңді, мысалы қазір таңдағы ең көп көтеріп жатқан проблемалар, мысалы әсіресе әлеуметтік желілерде менің ойымша бір мықты зерттеудің бағыты сияқты қазақ қоғамы үшін, осымен байланысты, яғни бұл жерде тек қана әдемі естеліктерді есте қалу емес, оның артында балалық травма деп айтамыз ғой, балалық травманың болуы, немесе ата-әжесіне еркелеп өсіп,
иә, тіпті кеше ғана бір студентпен емтиханның барасын талқыладық. Ата әжемнің еркесі болдым дейді, жалғыз ол, бірақ 7-ші сыныптан қалаға келгеннен кейін мен бірден тұйық болып қалдым дейді. Тұйық болдым, неліктен? Себебі ауылда сен өзіңді еркін сезінесің. Сен тамақ жегің келмей ма? Желме, ол қалыпты нәрсе, иә. Сен бір жаққа барғың келе ма? Барып кел. Ал қалада ол қатаң дейді. Ата-анаң саған қатаң болады. Сен қалай тамақты жемейсің? Сен күні бойы көшеде жүрдің. Сен қарның аш, иә. Немесе саған артылып отқан бір нелер бар. Белгілі бір жауапкершілік бар, иә. Сен сол жауапкершілікті сезінуің керек деген сияқты. Сондықтан да қазақ қоғамда отбасындағы, иә, әулеттегі зерттеулерге қатысты әлі тырнақшаның ішінде непаханное поле бар ғой. Иә. Сөзіңіз аузыңызда, Айзада ханым бізде де осы жоба аясында берген сұхбат берушілеріміздің бірі, сол кісі де өзі осы оқиғаны айтып кеткен. Сұхбат барысында әңгімесін, ата әжесінің әңгімесін айтып жатып, ата әжемнің қолында тәрбиеленгенмін, ата анамның тұңғыш баласымын, алайда ата анама әлі күнге дейін, жасы 30-дан асқан кісі ғой енді, мойнына асыла кетіп, мама, папа деп айта алмаймын дейді. Ал әжеме солай айтамын дейді. Тіптен қателеспесем, өз сұхбатында да өзі айтып кетті, сол кісі бізде жақында әңгімеміз шықты, айтады. Әжем өзі үйретті дейді. Мен сенің әжеңмін, сенің әке-шешең міне осы деп. Олай айтпағанда мен әжеме мама деп айта беретін едім дейді, ал өз мамама жеңге деп атап кете беретін едім деген секілді айтады. Яғни әсіресе 90-шы жылдардың жастар арасындағы осы оқиға көп кездесетін кейс секілді. Қазіргі таңда көп адамда олай емес қой. Иә, енді қазір нуклеарлы отбасы деген сияқты өзгерістер болды. Мысалы, оған бір сұраныста болған жоқ, былайша. Бірақ мысалы, жаңағы ұмыту, нені еске аламыз деген нәрседен, сіз мысалға келтірген Рауза апаның мысалымен, Айзада ханымның интервьюін мен тыңдаған жоқпын, бірақ сіздің аузыңыздан мынандай мысалғы сіздің сұрағыңыз осы екі кейс арқылы жауап беруге болады да. Шын мәнінде біз үнемі жадымызда жақсы нәрселерді есте сақтауға тырысамыз. Бізді қадірлейтін, құрметтейтін, бізді асқақ ететін деген сияқты. Бірақ белгілі бір кезеңде мен кіммін деген сұраққа жауап берген кезде бұл бізге ұсынылған атақ даңқтың аясындағы нәрселер жауап бере алмай қалуы мүмкін да. Көп зерттеулерде тіпті жауап бермеуі мүмкін. Сонда тарихи оқиғалар, мысалы тек қана біздің мықтылығымыз көрсететін тарихи оқиғалар емес, жарақатты көрсететін, травмалық тарихи оқиғалар не істей бастады? Актуализироваться, өзектендіріле бастайды. Бұл қоғамдық пікірдің арасында белгілі бір диалог құрыла бастайды. Көп адам сұрақ қоя бастайды. Неге ол олай болды? Неге біз есімізден сақтамадық деп, Осы тұрғыда, мысалы, Рауза апаның мысалында, оның қазіргі күнге дейін жасында, ол жастық шағында, мысалы 30-40 жас шағында мүмкін бұл тақырып қоғамдық алаңда өзекті болған жоқ. Сондықтан ол не нәрсені есіме алуым керек, мысалы бір реніштері болған шығар деген, ол санасының бір бейсаналы түрде сақталып тұрған шығар, бірақ мысалы айтқан кезде ол негізінен бір жарқын күндерін еске алады деген сияқты. Айзада ханым үшін ол мысалы қазір көп талқыланатын жастардың арасында, әлеуметтік желіде отыратын адамдар, мысалы әлеуметтік желіде сондай нәрселерді көп оқиды деген сияқты, бұл өзектендірілген проблема. Сондықтан ол көбірек сұрақ қояды өзіне. Неге осындай болды деген сияқты. Сондықтан да ол есіне алып жатыр. Яғни мысалы есте сақтаумен қатар үнемі ұмыту деген нәрсе жүреді. Забывение, мысалы Алейда Асман деген неміс зерттеушісі бұл туралы өте жақсы айтады. Забывение, ұмыту. Мәжбүрлі ұмыттыру бар, және халық санасынан тыс шығарып тастаған ұмыту бар. Мысалы мәжбүрлі ұмыттыру деген бұл белгілі бір мүдделі топтар
бағыт алуы мүмкін, иә, мысалы биліктен бағыт алуы мүмкін. Неліктен? Себебі ол нәрсені ұмыту қазір қоғам өзін өзі сақтап қалу үшін оптималды бір вариант ретінде, иә. Мысалы, немесе жалпы халықтың арғы өзінің идентификациялық, иә, мәселелерін жою деген сияқты, иә. Мысалы, кеңес үкіметінде, иә, кеңес үкіметінде тіпті біздің заманымызда да, иә, біраз уақытқа дейін, біз тәуелсіздік алғаннан кейін де не істеді, кезеңдер болды, иә. Мысалы 20 ғасырдың 30 жылдары туралы, аштық туралы айту ол табу. Оны айтуға болмайды, оны зерттеуге болмайды, оны ол туралы фильм түсіруге болмайды деген сияқты, иә. Мысалы, сол немесе өзінің тегің туралы, иә, шыққан тегің туралы. Мысалы, жаңағы Мекемтас Мырзахметұлынан атадан интервью алған кезде мынандай бір сцена есімде қалып қойды да, 16-17 жас кезім дейді. Сол 16-17 жас кезінде диірменге біраз болды интервью алғаныма, бірақ диірменге барады ма, білмеймін, бір жерге бір жұмысқа барады, ауылдың ішінде бір жұмысқа барады, күні бойы сол жерде сол бидаймен жұмыс жасайды. Сонда бұның шыққан тегі туралы ешкім ештеңе айтпайды. Сол диірменде бір үлкен ата жұмыс жасайды бұмен бірге. Сонымен бір күні маған қызық болды дейді. Мен сұрадым дейді, иә, өзімнің ата бабам туралы сұрай бастаған кезде жаңағы ата дейді қолында не болған есімде жоқ, әйтеуір сол бір затпен нұқып қалды дейді, шекемнен нұқып қалды да, айтпа оны, саған айтуға болмайды. Сен ата бабаңның кеңес үкіметін құруға қарсы болған бір элементтер болды ғой деймін, иә. Қарсы болған жоқ, сол кездегі сауда саттықпен айналысатын адам болған, тұлға болған, иә. Сосын конфискация болды, сондай жалпы орта тап өкілі ретінде, иә, немесе капиталистік көріністері бар тап өкілі ретінде қудаланған ғой. Сондықтан саған оны айтуға болмайды, сен өзіңе ол кедергі болады болашағыңда деген сияқты, иә. Яғни не істеу, үнемі оны жасырын түрде, иә, сақтау, иә. Ол жойылып кетпейді, ол жады, иә, ол естеліктер жойылып кетпейді, ол жаңағыда айтқандай бейсаналы түрде, иә, ана жақта жатады. Бірақ қоғам оны актуализировать еткен кезде, оны өзектендіре бастаған кезде, ол туралы ақпараттар талап ете бастаған кезде, оның барлығы қайта шығады. Бірақ оның барлығы шыққан кезде тағы да айтам, барлық тарихи оқиғалар бірден шықпайды. Қоғам сол уақытта өзіне қажет деген тарихи оқиғаларды ғана есіне алады. Мысалы, қазір таңдағы біздің ұлы отан соғысына қатысты зерттеулер, 20 ғасыр, мысалы, қуғын сүргінге қатысты зерттеулер, шет жағасы енді ғана ашаршылық, тек қана 30 жылдардағы емес, 20 жылдардағы деген сияқты, айтыла бастауы, 86 жылғы желтоқсан, мысалы, ол пейперлап жүргізген зерттеу, ол шынымен-ақ тәуелсіздік күні ретінде тойлану керек па, жоқ, ол аза тұту күні болу керек па деген сияқты, бірақ мысалы күңгірт оқиғасы туралы біз айтпаймыз деген сияқты, 20 ғасырдың ортасындағы қазақтардың көтерілісі деген сияқты, неге ол айтылмайды, ол көтеріліс немен байланысты болды, тіпті қайда болды, қандай қазақ қатысты оған, басқа ұлт өкілдерінің бұған қатысы бар, ұлт емес, этнос өкілдерінің бұған қатынасы бар ма, әлеуметтік тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, қандай себептері болды, салдары қандай болды деген, мысалы, біз үшін ол қазір актуалды емес, ол тарихи оқиға деген сияқты, біз үшін басқа тарихи оқиғалар маңыздырақ болып тұр, біз соны не істейміз, қазір қоғамда алаңда талқылаймыз. Жақсы, түсінікті. Яғни бейсаналы түрде қалып отырады деп отырсыз ғой, енді қоғам өзі алып келеді, заман келеді, уақыт талабымен шығып отырады. Сондай-ақ сіз айтып кеттіңіз, кей еске алу үрдісінде кей әңгімелер айтылмай кетеді, саяси себептерден және қандай тағы себептерден біз нені айтпай кетеміз, қандай әңгімелерді әдетте айтпаймыз еске алуда адамдар, әлеуметтанушы ретінде өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Қандай әңгімелерді айтпаймыз, негізінен ұялатын әңгімелер ғой. Ол қандай, мысалы? Бұл жерде, мысалы,
Германияның мысалын келтіруге болады да, немістерді, Холокостты. Германия өзінің әлеуметтік жады саясатында, бірнеше этаптан өтті, Алғашқы кезең бұл 40-60 кезеңдер, молчание, үндемеу, бұл бізден тыс болған оқиға. Біздің оған қатысымыз жоқ, біз құрбанбыз, қарапайым неміс халқы да құрбан ол жерде, деген сияқты. Бір шетін олар әлеуметтік жарақат, немесе мәдени жарақат ретінде оны қабылдамау, үнсіздік таныту. Мысалы, бізге де, қазақтарға да ол тән болды, біз үнсіздік таныттық, Бірақ 20 ғасырдың 50-60 жылдарынан бастап өте көп архивтік құжаттар шыға бастайды, естеліктер шыға бастайды, күнделіктер шыға бастайды, мысалы, еврей қызының күнделігі деген сияқты, аты есімнен шығып тұр. Ең алғашқы бір мындай үлкен дау тудырған, Осыдан кейін жас ұрпақ, екінші ұрпақ, соғыстан кейінгі екінші ұрпақ не істей бастайды? Әкелерін, немесе бабасын кінәлай бастайды, үнсіздік үшін. Неге сендер үнсіз отырсыңдар? Шын мәнінде ол біздің ұялатын тарихымыз. Біз оны проработка, біз оны еңсеруіміз керек, проработка жасауымыз керек деген сияқты. Содан кейін не істей бастайды? Екінші ұрпақ зерттей бастайды. Одан кейінгі кезеңде ресми билік не істейді? Кешірім сұрай бастайды. Ресми биліктің кешірім сұрауы, мойындауы. Немістердің құрбан емес екендігі, шын мәнінде құрбандар да бар, және ішіндегі зорлық зомбылықты көрсеткендер де бар деген сияқты. Және төртінші бір кезең, ол қазіргі кезең, мысалы Германия бұл иммигранттардың ең көп келетін елдерінің бірі, және мысалы белгілі бір консолидацияға келген неміс қоғамында тағы да өзгерістер болып жатыр, Егер мысалы үшінші кезеңде неміс қоғамы, ГДР мен ФРГ қосылғаннан кейін, белгілі бір қоғамдық келісімге келсе, ымыра тапса, мысалы, Холокост бар, біз оны мойындаймыз, бірақ ол жерде құрбанда болды, зорлық зомбылық көрсеткенде болды, деген сияқты, енді біз жаңа неміс ұлтын құруымыз керек деген бір нәрселер айтылса, төртінші кезеңде мигранттардың көзқарасы соған қатысты. Мигранттар не ойлайды? Мигранттар неміс халқын қалай қабылдайды? Және осылардың арасындағы енді үйлесетін бір параллельдерді іздеу. Мысалы, төртінші кезең осымен байланысты қазір таңдағы жады саясатындағы мемориалдар қандай қызмет атқару керек, біз мигранттарға қандай білім беруіміз керек, біздің идеологиямыз қандай деген бағыттағы. Сондықтан да көбінде тағы да қоғамның сұранысы. Біз нені есте сақтап қаламыз, қандай оқиғалар біздің есімізде қалады, және біз оны қандай оқиғалар біз естен шығарып тастаймыз, есімізден тыс, жадыдан тыс сақталуы керек деген сияқты. Бұл тағы да сол қоғамның дамуымен байланысты, әлеуметтік экономикалық дамуымен, рухани дамуымен, рухани қажеттіліктермен байланысты. Егер қоғам үшін ол қажет болатын болса, сұраныс туындаса, әрине біз сол тақырыптарға айналып келеміз. Неге біз жаңағыдай қуғын-сүргінге, 30-шы жылдардағы ашаршылыққа, 86-шы жылғы оқиғаларға айналып келеміз, себебі біз мен кіммін деген сұрақта біз әлі сұрақ қоямыз, біздің көз алдымызда статикалық түрдегі қазақ образы жоқ әлі. Біз соны қалыптастыра алмай жатырмыз. Яғни біз қазақ кім деген нәрсені іздеп жатырмыз, қазақ мұсылман ба, қазақ түркі ма, жоқ қазақ ол көшпенді ма деген сияқты, и осы пікірталастардың арасында сол оқиғаларды саралау арқылы, іздеу арқылы, зерттеу арқылы біз жаңағы оқиғаларды қоғам үшін өзекті ете бастаймыз. Соларды қайта есімізге алуға ұмтыламыз. Қарап отырсам, сол кезеңде бәлкім кей оқиғаларды айтпай кетерміз, бірақ уақыт өте келе жасыратын ештеңе жоқ, барлығы шығып отыратын секілді байқауымша. Жақсы. Енді мен естелік айту үрдісін мына тұрғыдан қарастырғым келіп тұр. Сізден соған қатысты сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде қазақтарда адам өмірден өткеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін
ол адам жайында тек жақсы пікірлер қалады. Иә, ол адамның, дүниеден өткен адамның шешімін және тағы да басқа нәрселерді біз талқыға салып, бір жаман жағын көрсетпейміз. Біздің ойымызда тек жақсы адам ретінде қалады. Яғни автоматты түрде қасиетті адам болып қалады. Әулие десе. Әулие секілді, иә. Осы қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша, бұл біздің ғана менталитетімізге тән қасиет пе? Яғни есте сақтауымызға әсер ететін. Бұл қалай, неліктен осылай? Аруақ деген сөз бар бізде, иә. Аруақтар қолдасын деген сияқты, иә. Бұл жерде бұны түсіну үшін менің ойымша қазақтың сонау табиғатпен қатынасы, иә, өзінің өмір сүру образын қалыптастыру деген нәрселерді қарау керек сияқты да. Мысалы, Зира Наурызбаеваның текстерін оқысаңыз, өте бір жақсы отсылкалар береді да, сол өзіңді түсінуге. Мысалы, неге біз қайтқан адамды жамандамаймыз, иә? Мысалы, біздің ұғымымызда біз ешқашан өлімнен қорықпаймыз, иә? Мысалы, қазақтар ешқашан өлімнен қорыққан емес, иә? Егер сен о дүниелік болатын болсаң, иә, сені ана жақта көкте, төбеде сенің әулетің, ата бабаң күтіп отыр, иә, олар сен қандай болсаң да қабылдап алады, иә, сен солармен бірге боласың деген сияқты, иә. Бұл осы дүние таным, иә, біз қарапайым қазақ үшін ол жақынырақ, иә. Мысалы, егер маған жәннат, тозақ туралы айтатын болса, мен оны көп қабылдағым келмейді, иә, неге? Иә, ол, мысалы, жәннатқа бару үшін сен қандай болу керексің, тозақтық болмау үшін қандай болу керексің деген сияқты көп нәрселер болғанымен де, иә, бірақ, мысалы, Құдай сені кешірмейді деген бір сөздер болады ғой, иә, бірақ мен үшін Құдай мені үнемі кешіреді. Аруақ мен үнемі қолдайды. Мен егер өлетін болсам, мен сол жақта болам. Мен кешірілген адам ретінде, иә, сол жақта болам деген сияқты. Және ол осы ұстаным жаңағы не істейді? Репрезентацияланады біздің күнделікті практикамызда, иә. Біз адамның тек қана жақсы жағын есімізге аламыз. Біз оның жаман жағын айтпаймыз. Иә. Яғни біз ана жаққа барғанда бәрібір ол адаммен кездесеміз. Иә, және ол адам бізді үнемі қолдайды, иә. Мысалы, неге айтады, мысалы, көшпелі қазақ болғанда, или сен жолда қалып қойсаң, мазарға барып, немесе молаға барып қон дейді, иә. Себебі сол жердегі аруақ сені жамандықтан сақтайды деген сияқты, иә. Немесе жаңағы дүние танымның, мысалы, балалардағы қалыптасуы, иә. Мысалы, менің ұлым бір күні маған мынандай әңгіме айтады. Нағашы әжем, енді ол 2-3 жас болған кезінде, есінде қалып қойғанына таң қалдым, 2-3 жас кезінде менің ата-анам қолында болды. Мен жаңағы Магдебургте жүрген кезде дейін да. Сол кезде нағашы әжем мен мамам қолында болды, иә. Соңғы уақытта ауырғаннан кейін сондай. Сонда көзі көрмей қалған, әлсіреп қалған жаңағы, иә, бірақ әңгіме айтып отырады. Соны мен жаңағыдай үлкен ұлым бәрі естіген ғой. Бір күні біраз уақыт өтті, енді осы жақын аралықта маған айтады, анашым дейді, біздің көзіміз көзі көрмей қалған әже бізді аспаннан бақылап тұр ғой, иә, дейді. Иә. Көп, мысалы, көп қазақтың балалары соны айтады, иә. Иә, бақылап тұр дедім, ол бізді қорғайды ғой дейді. Қорғайды дедім. Соны айтады, ертең сен әже болғанда сен өлесің, сосын артынан біз барамыз, сосын біздің бала шағамыз барамыз, бәріміз сол жақта бірге өмір сүреміз ғой дейді. Мен айтамын, иә, бірге өмір сүреміз. Дейді. Сол нәрсені айтып отқан кезде екінші ұл естіп отыр. Екінші ұл ол қараңғылықтан қорқады, бір өзі қалып қоюдан қорқады, сондай да. Бір жерге ана басқа бөлмеге бірдеңеге жұмсасаң, менімен бірге біреуің барыңдаршы, свет жағыңдаршы деген әңгіме айтады. Бірақ сол әңгімені естігеннен кейін жаңағы екінші ұл қорықпайды. Мен өзім барып келем, мен қасымда төбеден маған ата бабаларым қарап тұр ғой дейді ғой. Иә, мысалы, қорықпау, иә, тәуекелге бет бұру деген, иә, бұл жаңағы біздің дүние танымымызға жақында. Бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Неге? Себебі тәуекелге бару бұл тек қана қарапайым қадам ғана ғой, иә, жаңағы екінші бөлмеге бару, иә, бұл болашақта саяси алаңда, экономикалық алаңда, иә, қоғам үшін маңызды шешімдерді қабылдауда, иә, тәуекел жасау.
иә, мысалы қоғамның басым бөлігі қарсы болуы мүмкін, иә, мүдделі таптар қарсы болуы мүмкін деген сияқты, иә. Бірақ сен сол шешімнің, иә, немесе сол әлеуметтік топ сол шешімнің дұрыс екенін көріп тұрса, пайымдаса, иә, соған тәуекелге бет бұру деген сияқты, иә. Яғни біздің дүние танымымыз, иә, не істейді, ол біздің басқа салалардағы да әрекеттерімізге ықпал етеді. Сондықтан да жаңағы қазақтың образын қалыптастыру да маңызды, иә, жақсы қазақ, кемел адам деген идеялардың болуы, иә, осымен байланысты. Сондықтан да жаңағы о бастағы сұрақ, иә, жақсы, біз неге жақсы жағын ғана айтамыз, иә, бұл да осымен байланысты, иә, біз тек қана жақсымыз, иә, біздің жаман нәрселеріміз кешіріледі, ол қалып қояды. иә, біз тек қана жақсы жақтарымызбен ғана есте қаламыз деген нәрсе. Жақсы. Енді осы тұрғыда мынандай кейс келтіргім келіп тұр. Бізде мәселен әжесі өмірден өткен оқиғаны алсақ, немересі әңгімені жазып жатыр дедік, иә. Белгілі бір оқиғаларды есіне салып, әжесі жайында белгілі бір пікір қалыптастырған, иә. Алайда ол адамның ата-анасы, әжесінің басқа балалары, немерелері мүлде басқаша пікірде болуы мүмкін әжесі жайында. Осыдан келіп туатын сұрақ, ол осы тарихта еске алу үрдісінде объективті көзқараспен қарау естеліктерге, иә? Ол қажет пе? Әлде әркімнің өз пікірі осы жерде маңызды ма? Ол қалай? Яғни өзіңіз алдында да айтып кеттіңіз, объективті қарастыру деген секілді. Өз еске алу үрдісі бір кішкене абстракты, қиындау ғой. Осыны әлеуметтану қалай қарастырады? Объективті деген кезде жаңа айттық, иә, объективті фактілерді көбінде тарих ұсынады, иә, деректермен жұмыс жасау, құжаттармен жұмыс жасау, иә. Ал естелік ол көбінде субъективті болады, иә, субъективті болады. Және жаңағы ұрпақтардың арасындағы шиеленісте осы субъективтілікке байланысты, иә. Мен ең басында айттым, иә, біздің бэкграундымыз, иә, немесе біздің габитусымыз, иә, габитусымыз бізге ықпал етеді, иә. Тіпті қараңыз, ұрпақ аралық сабақтастық деген кезде, иә, негізі көбінде 3 ұрпақты аламыз, иә. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, осы 3 ұрпақ, иә, 3 түрлі кезеңде тәрбиеленуі мүмкін. Ол сол кезеңдегі қоғамның құндылықтары 3 түрлі болуы мүмкін. иә, шаруашылық жүргізу формасы әртүрлі болуы мүмкін, иә. Мұның барлығы сіздің естеліктеріңізге ықпал етеді. Мысалы, жаңағы Германияның мысалында, иә, 4 кезең, бірнеше ұрпақ әртүрлі көзқараспен қарайды. Оны әртүрлі зерттеуге, талдауға тырысады. Біздің жағдайымызда да сондай болады. Біз ертең ашаршылық болсын, саяси қуғын-сүргін болсын, желтоқсан болсын, иә, немесе басқа оқиғалар болсын, тіпті біздің тәуелсіздік алуымыз 90-шы жылдары, иә, қалай болды деген сияқты. Мұның барлығын әр ұрпақ әртүрлі қабылдайды. Иә, себебі габитус, иә, бұл тек қана табиғаттың берген қабілеті емес, иә, ол сенің өмір сүріп жатқан ортаңның сенде қалыптастыратын белгілі бір қабілеттері. Иә, орта беретін білім, орта беретін тәрбие, орта беретін әлеуметтендіру процесі. Иә, құндылықтар, нормалар, ережелер деген сияқты, иә. Сондықтан да жаңағы субъективтілік, иә, бұл орын алады. Тіпті кез келген ғалым, иә, мықты кәсіби маман болсын, иә, белгілі бір тарихи оқиғаны дейге объективті түрде белгілі бір фактілермен ұсынғысы келсе де, ода аз мөлшерде болса да субъективті көзқарас ықпал етуі мүмкін оның зерттеу жұмысына. Неліктен? Себебі ол зерттеу жұмысын жүргізу барысында өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып зерттеу сұрақтарын қояды, материалдарды іздейді. Иә, сондықтан да мынау субъективті деген мәселені біз ешқайда алып кете алмаймыз. Иә, тіпті мынау біз кафедрада, әлеуметтану кафедрасы Еуразия ұлттық университетінің бірнеше жылдан бері халықаралық әлеуметтанушылар қауымдастығы шығаратын
жаһандық диалог журналын қазақшаға аударамыз. Соның ішінде мынандай бір зерттеу болды да, интерсекшнл сектор аралық зерттеулер, қазір таңдағы бір үлкен әдістердің бірі. Сол сектор аралық зерттеуді пайдалана отырып, Үндістандағы болып жатқан процестерге ұрпақтардың көзқарасы деген, 3 ұрпақ әйелдерден сұхбат алынған. Соның өзінде бір тарихи оқиғаға қатысты 3 түрлі көзқарастың болатынын көрсетіп отыр олар. Біреу үшін ол трагедия, біреу үшін ол амалдың жоқтығынан болған нәрсе, себебі жағдай сондай болды деген сияқты. Үшінші ұрпақ үшін ол еңсер, ол болды. Оны ешқайда кетіре алмаймыз, бірақ алға жылжу керек. Оны еңсердік, біз оны есте сақтаймыз, бірақ алдағы болашақ үшін өмір сүру керек деген сияқты. Осындай көзқарастардың болуы ол қалыпты нәрсе. Сондықтан бірақ қалыпты нәрсе бола тұрып та ұрпақтардың арасында да бір аса шиеленістер орын алатын кездерде ол шиеленісті де жеңе білу керек. Мысалы, ол әдетте әлеуметтануда қалай шешіледі шиеленістер? Мәселені бір қарастырайық. Бір кісі өзі мемуар жазып қалдырды делік, әжесі жайында, атасы жайында. Дәл сол отбасы әулеттегі кісі басқа тұсынан қарастырып жазады. Біз кереғайшылық көреміз. Әлеуметтанушылар осы ортада қалай, ортада консенсус табады? Бұл жерде әлеуметтанушылар консенсус табудың шешімдерін ұсынудан көрі, көбінде фактілерді ұсынуға тырысады. Мысалы, дәл қазір қалай болып жатыр, немесе ол шиеленістің себебі неде? Мысалы, жаңағыдай шиеленістің, мысалы, айтайық, 2 адам 2 түрлі мемуар жазды, бір адам туралы дейді, ата бабасы туралы. Енді сол мемуарлардың 2 түрлі болуы, немесе шиеленісте болуына не ықпал етті? Жаңағы субъективті факторлар айналып келеді, Неге біреу үшін ол адал қызмет еткен керемет жан, неге екіншісі үшін ол қатыгез, үнемі қадағалайтын адам болды деген сияқты, енді шартты түрде айтайық. Сондықтан тағы да сол адаммен жаңағы авторлардың қарым-қатынасы, қандай жағдайда олар бірге өмір сүрді ма, жоқ екі бөлек өмір сүрді ма деген сияқты. Мысалы, былай ғой, мысалы, егер қазақтың мысалында болатын болса, ата әжесімен ауылда тұрған немере ата әжесі туралы қандай естелік сақтап жазады, қаладағы немере ата әжесі туралы қандай естелік сақтап қалады, немесе ауыл туралы, менің балаларым қазір айтады, мен ауылға тек қана сенімен барып келемін. Себебі мен ол жаққа баратын болсам, маған қой бақтырып қояды, ол алыс жерде, күн ыстық, ол жер шаң деп, менен сұрайтын болса, мен ол ауылды сипаттамаймын. Мен үшін ол таза ауа, менің балалық шағым өткен жер, керемет, біз суға шомылдық деген сияқты. Түсініп тұрсыз ғой, яғни тағы да не сіздің өмірлік тәжірибеңіз. Түсінікті. Яғни немере мен жиеннің нарративі деген секілді ғой, бұл жер жақсы. Қалай ойлайсыз осы біздің жадымызда сақтауымызға этникалық ерекшеліктеріміз, тағы қандай факторлар әсер етуі мүмкін? Этникалық ерекшелік ықпал етпейді. Ықпал етпейді, Ықпал етпейді. Менің ойымша бір қазақтар белгілі бір үйреніп қалған нарратив бар сияқты. Олай емес пе? Жат сақтауда. Маған өзіміз айтып кеттік, қайтыс болған кісіні қасиетті деп қараймыз деп айтып кеттік. Ол енді білмеймін, менің пікірімше, әлеуметтанушы емеспін, ол қазақтарға тән қасиет сияқты көрінеді маған. Жалпы әлеуметтік жады деген ол конструкт. Ол конструкцияланатын нәрсе. Ол мемлекетпен конструкцияланады, ол қоғаммен конструкцияланады, ол белгілі бір мақсатты көздейтін мүдделі топтармен конструкцияланады. Әр әлеуметтік топ үшін, немесе қауымдастық үшін өзінің әлеуметтік жадысы бар. Сондықтан да бұл жерде жаңағыдай этникалық деген мәселеде өте бір абай болу керек та, Мысалы, айтайық, бұл жады саясатымен де байланысты ғой, көбінде, мысалы, жады саясатымен. Мысалы, айтайық, Жапон, Қытай кәрістердің қатынасы дейік,
мысалы олардың жады саясатын қарайтын болсақ, мысалы олардың үшеуінің арасындағы шиеленіс, кім бірінші, мысалы бізде бар ғой қазақ, қырғыз деген сияқты, кім бірінші пайда болды, шығу тегіміз деген сияқты, шиеленістер ол жақта да бар, мысалы кім первичный деген сияқты, бірақ екінші бір мәселе, мысалы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты олардың пікірлері әртүрлі, мысалы оңтүстік Корея үшін екінші дүниежүзілік соғыс бұл жапон колонизациясымен күрес кезеңі, бұл жаңадай мәжбүрлі күрес, соғысқа мәжбүрлі түрде бару кезеңі деп сипатталады, жапондықтар үшін ол басқаша сипатталады, жапондықтар оны не дегенмен өзінің жаңағыдай статус-квоны сақтап қалу деген сияқты, тіпті олар мысалы оны 3 түрлі бағытта қарастырады, біріншісі ол мысалы жаңағы колониялық бағыттағы соғыс, мысалы жаңағыдай оңтүстік Кореяның территориясы, жалпы Корея, Манчжурия деген сияқты, сол жердегі соғыстар. Екіншісі ол мысалы Тынық мұхитындағы соғыс және ондағы Американың жеңісін мойындау деген сияқты, және үшінші кейс ол құрбан, ядролық бомбардировканың құрбандары, мысалы Хиросима мен Нагасакидағы құрбан болу, соншалықты екі қаланы жойып жіберу керек пе деген сияқты жеңіске жету. Қытай үшін де мысалы жады әртүрлі қарастырылады, ол тағы да, ол да жапон колонизациясына қарсы күрес ретінде, және мысалы Қытай үшін жады саясатындағы бір қызық нәрсе, Қытай бұл фашизммен күрескен ең алғашқы ел ретінде қарастырылады, мысалы фашизм ол Германияда емес, Италияда қалыптасқан жоқ, ол ең алғашқы ноткалары, көріністер ол Японияда болды деген сияқты, және мысалы солардың арасындағы келіспеушілік, мысалы қазір таңдағы қай арал кімге тиесілі, біз осы тарихи оқиғаларды қалай сипаттауымыз керек деген сияқты, оларда үлкен бір тіпті оқулықтардағы материалға қатысты өте көп шиеленістер бар. Сондықтан да мысалы мынау жадының қалыптасуына не ықпал етеді деген сияқты, көбінде сол ортадағы сол орта үшін маңызды бір әлеуметтік факторлар, ол мысалы егер діни қауымдастық болатын болса, олар әрине діни тексттерге негізделуге, немесе діни бір аңыз оқиғаға негізделуге тырысады деген сияқты, егер ол әрине бір экономика алаңындағы үстем тап болатын болса, ол басқа нәрселерге назар аудару мүмкін, мысалы жалпы мемлекет, жалпы билік болатын болса, ол не істейді, қоғамды біріктіру үшін, ол ортақ тарихи мысалы біздің жағдайымызда, Қазақстан көп ұлтты мемлекет дейміз ғой, біздің жағдайымызда біз ортақ тарихи оқиғаларды іздейміз, мысалы біздің территориямыздағы барлық этностар үшін ортақ нәрсе ол жаңағыдай қуғын-сүргін мәселесі деген сияқты, немесе жаңағыдай депортация, халықтардың депортация және қазақтардың оларға берген көмегі деген сияқты, яғни мына әлеуметтік жадыны қалыптастыру ол үнемі сыртқы факторлардың, әлеуметтік факторлардың ықпалымен болады. Біздің жаңағыдай сол қоғам қойған мақсатқа байланысты, мүддесіне байланысты. Тағы да айтамын, егер ол діни қауымдастық болатын болса, ол діни ұғымдарға негізделуі мүмкін, егер ол мысалы мемлекет белгілі бір ұлт құру процесінде болатын болса, ол ортақ тарихи оқиғаларды іздеу, аңыздарды қалыптастыру, сол аңыздарға үнемі сілтеме жасау деген сияқты, әрбір сөзінде, баяндамада деген сияқты. Мұның барлығы сонымен байланысты. Жақсы. Мен өзім біздің еліміздің кейсін қарастырсақ деп сұрақ қойғым келіп еді. Сіз менің алдымды алып өзіңіз жауап беріп қойдыңыз. Жақсы. Онда мынаған келсек, отбасы тарихын зерттеуде қандай да бір әдістер бар ма? Әлеуметтану ғылымдарында. Және оны күнделікті өмірде
қалай қолдансақ болады осы осыған келсек. Енді қанша дегенмен біздің жобамыздың мақсаты сол ғой, ата әжеміздің әңгімесі менің тарихым деп, біз енді макро тарихтағы мысалы Ұлы Отан соғысы, Екінші дүниежүзілік соғыс деп айтып жатырмыз, тағы да басқа тарихи өте үлкен оқиғалар бар, бірақ мақсат сол макро тарихтың ішінде біздің өзіміздің микро тарихымызды көре алу ғой. Яғни ол микро тарих дегеніміз ол отбасыңды, әулетіңді, ата әжеңді зерттеу, шежіреңді зерттеу, мысалы өскелең ұрпаққа қандай да бір әлеуметтануда әдістер бар ма, күнделікті өмірінде соны қолдануға болатын. Жаңа айттым ғой, отбасын зерттеу немесе әулетті зерттеу, немесе жадыны зерттеу, бұл көбінде жаңа сапалық әдістер дедім, сапалық әдістер бұл жерде осы сапалық әдістердің мүмкіндіктерін пайдалану деп ойлаймын. Мысалы, күнделікті өмірде сіз не істейсіз, сіз әңгіме айту барысында ол әңгімені қағазға түсіруіңіз мүмкін, диктофонға түсіруіңіз мүмкін, сіз бақылау жүргізуіңіз мүмкін, сіз суретке түсіруіңіз мүмкін, мұның барлығы отбасының тарихын зерттеу, немесе оны болашақта есте қалдыру үшін, ары қарай зерттеу үшін сол материалдарды жинау, ең бірінші осы 3 бағыт деп ойлаймын, біріншісі сіз әңгіме айтасыз, еркін түрде әңгіме айту, әңгіме құрастыру, екіншісі бақылау, және үшіншісі визуализация, немесе құжаттарды жинау мүмкін. Мысалы, осылар менің ойымша барлық бір ережелерге сәйкес орындалатын болса, енді егер сіз нағыз бір ғылыми жұмыс жасайтын болсаңыз, оның ережелері бар, сол ережелердің аясында жүзеге асырылатын болса, онда менің ойымша бір жақсы материал болу керек, Ал егер сіз қарапайым адам ретінде, өзіңіздің отбасыңызды қарастырғыңыз келетін болса, онда ең бірінші кезекте ол не өзің ата-анаңмен, ағайын туыспен әңгіме айту. Сол әңгімелердің барлығын жиыстыру, сақтау, сосын оны қағаз бетіне түсіре отырып, қиылысатын жерлерін және айтқанда бір-бірімен үйлеспейтін, бір нәрсе екі түрлі айтылатын жерлерді іздеу, содан кейін неге ол екі түрлі айтылып жатыр деген ары қарай бір ізденістердің болуы, мысалы, жаңа айттым ғой, ең алғаш студенттер бірінші курсқа келген кезде 2 жылдан бергі мен практикам, ең алғашқы тапсырма ол сіздің жеті атаңыз туралы жазып келіңіз деп айтамын мен. Жеті атаңыз, олар қандай тұлғалар болды, сіздердің тарихи мекендеріңіз қайда болды деген сияқты, Сонда келесі сабаққа келгенде көп балдар айтады, біз бұған дейін бұндай сұрақ қойған жоқпыз, білген жоқпыз, жаңағыдай сіз айтқанша тізбек қана болды деген сияқты, бірақ ары қарай іздеуге тырыстық. Сонда шын мәнінде төртінші атасынан ары қарай аталарының өмірі қандай болғанын білмейтін адамдар өте көп. Мысалы, ол жерде қарасаң, сосын тағы бір қызықты нәрсе, барлығының атасы кезінде колхоз директоры, мектеп директоры, білмеймін, совхоздың механигі, малшы болды, қой бақты деген өте аз. Жаңағыдай ғалым болды деген тіпті кездестіре алмайсың. Мысалы, кеңес одағында өмір сүрген ата бабасының тарихын білет, мысалы қай жерде олар өмір сүрді, қызметі қандай болды деген сияқты, оған дейінгіні олар айта алмайды. Тіпті маңдайлар болады, мен бұны сұрау үшін атама хабарластым, әжеме звондадым, ағайын туысымнан сұрай бастадым, бар білетініміз осы деп айтып келетіндер бар. Мысалы, сіздің руыңыз мекен еткен жер деген сұраққа да жауап беретіндер өте қиын. Мысалы, жартылай көшпелі кезде біз нақты білдік қой, қай жер кімдік екен деген сияқты, қай жерді ортақ пайдалануға болады, деген сияқты. Бірақ тағы да не болды? 30-шы жылдары өте көп қоныс аудару болды. Мысалы, батыстан оңтүстікке көшіп келген, бір ауыл болып қоныстанған. Мысалы, Шардараның жанындағы бір
кіші жүздің бір ауылы деген сияқты, ол қайдан жүр, оңтүстікте деген сұрақ тууы мүмкін, яғни сол нәрселерді іздеуден басталады да әңгіме. Мысалы сен не істейсің, сен іздей бастайсың, бірақ әрі қарай оны әрі қарай дамытуға болады да. Мысалы сіз не істейсіз, сол жергілікті жердегі архивтерден, мұражайларға барып, өзіңіздің отбасыңызға батысты, немесе ата бабамыздың есімдерін білесіз қой, соларды архивтерден іздеу, іздеп көру, шежірелердің ішінен іздеу, мысалы қазір шежіреші деген мықты мамандар бар ма жоқ па мен білмеймін, енді шежіре жазатын кісілер бар ғой, бірақ мысалы бұрынғы шежірешілер емес қой олар, мысалы бұрынғы шежірешілер олар көп нәрсе білетін деген сияқты, қазір сіз не істейсіз, дегенмен де бәрібір бекітілген бір тарихи құжаттарды, деректерді қарауыңыз керек. Жаңағы ауылдағы оқиға, ақсақалдардың оқиғасының әңгімесінен басқа деген сияқты ғой, сіз бір картинканы құрастыруыңыз үшін. Сондықтан да отбасыңыздың тарихын зерттейтін болсаңыз, ең бірінші кезекте ағайын туыстың, өзіңіздің бауырларыңыздың, ата әжеңіздің әңгімесін тыңдамау, жазып алу, үнемі жазып алу. Сіз жазып алғаннан кейін, мысалы сіз диктофонға жазасыз, содан кейін біраз уақыттан кейін сіз соны тыңдаған кезде сізде басқа тағы да сұрақтар туындайды. Екінші кездескенде сіз сол сұрақты қоясыз, сіз үнемі не істейсіз, материалыңызды толықтырып отырасыз. Мысалы мен өзім кейде өкінем, маған кейде жазып ал деген кезде мен көп нәрсені жазған жоқпын, соңғы бір әңгімемде, жаңа нағашы әжемен соңғы бір әңгімені ғана жазып алған үзінді бар, бірақ мына жақтағы әңгіме бұрынғы айтылған нәрселер қалып қойды деген сияқты. Атаның айтқан біраз әңгімесін мен тіпті қазір көп нәрсе есімде жоқ. Есімде бір ғана қалып қойған нәрсе, бір уже көзі көрмей әлсіреп қалған кезде, жаңағыдай кереуеттің басында жатып алып, жаңағыдай бір ойға беріліп кетеді да, жас шағын есіне алып, сол кезде біз былай етіп едік, ана бір қызбен деген сияқты, мысалы сол нәрселер жазылған жоқ. Ол қазір оны ешкім айтып бере алмайды маған. Мүмкіндігінше жазып алуға тырысу. Мысалы сіз көзіңізбен көрген адамдар бар ма сол оқиғаны, сол адамдардың әңгімесін жазып алу. Одан кейін қарай, оны әрі қарай саралау. Бұл өзіңіз саралайсыз ба, арнайы маманға бересіз ба, оны ғылыми жұмысқа айналдырасыз ба, енді ол басқа мәселе. Бірақ деректер жиналып қалу керек деп ойлаймын мен. Тек қана әңгіме күйінде ауызша ғана емес, жазбаша қалу керек, жақсы. Біздің де жобадағы мақсатымыз сол ғой. Былайша айтқанда сұрасаң, ата әжемнің әңгімесін білемін деген секілді айтасың. Алайда сұрастыра келе, сұрақтар қоя келсең, мысалы сұхбат берушілердің кейбіреу айтып жатады, мен мынаны атамнан сұрайын, әжемнен сұрайын, немесе туысқанымнан сұрап келейін, мамамнан сұрап келейін деген секілді өз пікірлерін осылай айтып жатады. Біз енді тек қана ата әжелерден ғана сұхбат алмаймыз ғой, әңгіме қылып тек ата әжелердің әңгімесін ғана шығармаймыз. Біз жастардан да олардың ата әжесі жайында сұраймыз ғой. Сол кезде әсіресе жастар арасында мен осы тенденцияны байқадым. Мен бірінші сұхбатты алып, одан кейін оны транскрипциялап, редакциялап, өздеріне қайта жібереміз ғой. Қарап көріңіз, әңгімеге келсесіз бе, осылай редакцияладық, әңгімені осылай құрастырдық деп. Сол кезде оқып жатып, мына жерін мен мамамнан тағы бір сұрап алайын. Мен білмейтін секілдім деген секілді айтып жатады. Яғни біз общих чертах білеміз көп нәрсені, бірақ нақты айтып. Әңгіме барысында тыңдап атқан кезде жазып алу керек деген сияқты, сақтап отыру керек, ақпараттардың бәрін. Сосын мысалы суреттер, мысалы біз қазір көп суретке түспейміз ғой, біздің суретіміздің бәрі ол облакада, немесе телефонда, бірақ бұрындар альбомдар болды ғой, үйге барсаң, мында үлкен кеңес үкіметіндегі қалған альбомдар, соның ішінен де біраз нәрсе алуға болады, мысалы фотосалонға барып түскен альбом суреттерден, мысалы адам қалай киініп барды, қалай түсті, сол кездегі мода қандай болды? Мода қандай болды. Мысалы, неге әкесі, анасы тұрып бала шағасы отыр алдында деген сияқты, артындағы фон қандай, немесе басқа суреттер, мысалы
мысалы біздің ата-анамыздың жас кезіндегі картоп терген, мақта терген кезіндегі поледағы түскен суреттер топпен деген сияқты. Сол кез қалай сипаттауға болады, мысалы тіпті суреттердің өзін сөйлетуге болады, мысалы визуальный анализ деген бағытта именно суреттерді зерттейтін арнайы бірнеше концепция бар, теория бар, олар түсіндіретін, әдістер бар деген сияқты. Қызығушылық болса, зерттеуге болатын нәрсе көп. Енді мен подкастымызды мына сұрақпен қорытындылағым келеді сізден. Қалай ойлайсыз, терек стори секілді осындай жобалар әлеуметтанушылар, зерттеушілер үшін қандай пайдасы болуы мүмкін? Пайдасы бар ма? Қажет пе осындай жобалар? Қажет. Однозначно. Бірден келісем, қажет. Себебі тағы да айтам, бізде қазір есте сақтап қалуға қатысты өте көп материалдар жиналып жатыр, тарихи оқиғаларға қатысты дейін, мысалы ашаршылықтың құрбандары не айтты деген сияқты, мысалы ресми құжаттың артында мысалы жинаған естеліктер, сұхбаттар келтіріледі, әңгімелер келтіріледі, жинақталып жатыр, әлі күнге дейін жинақтап жатырмыз, бірақ ешкім оны әлі кәсіби маман ретінде талдау жасаған жоқ. Өте аз. Мысалы айтайық, былтыр шыққан 2 томдық ашаршылыққа қатысты, анализ, мысалы тарихшылар болсын, саясаттанушылар болсын, әлеуметтанушылар, культурологтар, әркім өзінің бір бағытын тауып алады ішінен, арнайы бір зерттелген жоқ, мысалы контент анализ, дискурс анализ, немесе мәтінді талдаудың басқа да түрлері бар, мысалы онда жасалған жоқ, неліктен? Себебі бізде материал жинақтау, талдау үшін материал жинақтау енді ғана жүріп жатыр, и осы бағыттағы мынау терек сторис, немесе проект деген бар, мұның барлығы немен байланысты? Материалдарды жинаумен, материал жинау. Себебі шын мәнде далалық жұмыс өте қиын жұмыс, материал жинау өте қиын. Көп ғалымдардың оған шамасы келмейді, қаржылық мәселе, уақыт мәселесі, оны іздеу мәселесі, ал осындай жобалар не істейді? Сол халық айтқысы келетін адамдарды іздейді, шақырады, яғни ақпараттық кеңістіктегі жарнамалар, олардың бұрынғы әңгімелері, немесе бұрынғы оқиғаларға қатысты жүргізілген жұмыстарды ұсыну арқылы, басқа адам неге мен айтпаймын деген сияқты, мысалы Ресейдегі жақсы бір бағыт болды ғой, осы бағытта, мысалы атау есімнен шығып тұр нақты, бірақ есте сақтауға қатысты бүкіл Ресей бойынша мектеп оқушылары өзінің отбасы туралы не айта алады. Кәдімгідей қарапайым хаттан бастап, үлкен ғылыми жұмысқа татитын жұмыстарға шейін келген хаттар болған, яғни басында ол жазба түрінде болатын болса, кейін ол электронды түрде, оны мысалы хаттардың бәрі жиналып келгеннен кейін, оны жинап қана қоймайды олар не істейді? Ішіндегі ең мықтыларын жариялайды, содан кейін ең мықты, мысалы ғылыми негізделген, немесе дәлелдері көп, фактілері көп жұмыстарға не беру? Сыйақы беру, мотивациялау оларды, бұл да не нәрсе? Осындай материалды жинауға көмектесетін нәрселер. Себебі материал жинау өте қиын, өте көп уақыт талап етеді. Ал мысалы дайын дата базалар болатын болса, онда сол дата базасын алып, сен ары қарай оны не істей аласың? Басқа тұрғыда зерттей аласың, қарапайым, мысалы айтамыз ғой, вторичный анализ деп айтып жатамыз ғой, мысалы World Valley Service'тің или тағы да басқаларын, дүниежүзілік банктың дайын мәліметтер базасы бар. Әр ғалым өзіне қажет нәрсесін ішінен тауып алады, ары қарай анализ жасайды. Және ол деректер немесе мәліметтер сенімді мәліметтер ретінде қабылданады, тура солай осындай ауызша тарихты жазып алу, немесе әңгімелерді теру, бұл да бір дерек көздері болуы мүмкін болашақта. Жақсы, керемет. Ойыңызбен толықтай келсем, расымен де мағлұматты жинауға басты мақсат. Ал оны зерттеп, іліп алып кететін зерттеушілер табылады, кез келген бір тұсынан болсын. Сондықтан осы жерде
психологиялық жақтан, адами фактордан ерінбеу керек деп айтатын секілдімін, иә. Яғни қарапайым жас ұрпақ халық өзінің атасын әжесінің әңгімесін жазып, оны таспалап алуға, сақтауға ерінбеу керек, иә. Бізден талап етілетін нәрсе сол. Оны анализдейсіз бе, немесе зерттеушіге бересіз бе, ол енді өз еркіңізде, иә, қарап тұрсақ. Себебі адам мәңгілік емес қой. Біздің ата-әжелеріміз олар құнды жәдігерлер, олардың қаншама естеліктері, оқиғалары бар деген секілді. Иә, жақсы. Рахмет көп-көп, Алмаш ханым, өте қызықты, өнімді әңгімелестік. Өте жаңа ақпарат білдім өзім үшін де. Келгеніңізге рахмет. Қонағымыз болғаныңызға көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Бір ескертетін нәрсе, менің ойымша, мынау отбасын, әулеттің тарихын зерттеуге қызығушылық ояну үшін, иә, отбасыны құндылық ретінде көрсету керек. Иә, мысалы, қазір таңда бізде қазақстандық зерттеулер әрине жастар арасында отбасы құндылық ретінде саналатындығын көрсеткенімен де, иә, бізде ажырасу процестері, иә, үйдегі зорлық-зомбылық деген нәрселер көп, иә. Яғни отбасы институт ретіндегі өзінің рөлін дұрыс атқара алмауы, иә, белгілі бір құндылықтарды бере алмауы, иә, оның дисфункциясы мүмкін, иә, немесе отбасының басқа бір формалар трансформациясы. Яғни осы бағытта, иә, отбасын қоғамдағы басты институт ретінде көрсететін шаралардың болуы, иә. Сондай шаралар, иә, отбасы қайтадан қоғамдық алаңда, иә, бір негізгі ірге тас ретінде болатын болса, онда адам өзінің отбасын зерттеуге қызығушылық әрине артады. Иә, келсем, рас сөз. Бұл енді президент билік жүргізетін саясатқа байланысты ғой. Иә. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.